Қайырлы күн баршаңызға, каналға қош келдіңіздер. Бүгін үй жағдайында жұмсақ болып шығатын кішкене көлемдегі нандар, яғни мини лепешки дайындайтын боламыз. Қажетті заттардың мөлшерін төменгі описаниеден таба аласыздар. Ең алдымен ыдысымызға жылы сүтімізді құямыз. Оның үстіне жылы суымызды құйып, қантымызды салып, дрожжымызды салып, содан соң дәміне қарай тұз салып, барлығын жақсылап ерігенше араластырып алатын боламыз. Келесі ертілген сары майымызды құйып, араластырып, електен өткізілген ұнымызды салып, біріктіріп, қолға жабыспайтын қамыр илеп алатын боламыз. Бұл жерде ұнның барлығын салып жібермейміз. Себебі ұн әркімде әртүрлі болып келеді. Міне көріп тұрғандарыңыздай осындай қамыр илеп аламыз. Кішкене сұйық май құйып, тағы да бір орнатып шығатын боламыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай осындай қолға жабыспайтын қамыр шығады. Бетін пищевой пленкамен жауып, жылы жерге 1,5-2 сағатқа қойып қоятын боламыз. Міне біздің қамырымыз дайын. Жұмсақ болып, күшті болып көтеріліп шықты. Келесі осы қамырмен жұмыс жасауды бастайтын боламыз. Осылай үстелдің үстіне қойып, өзімізге қажетті бөліктерге бөліп алатын боламыз. Немесе сіздер 1-2 бөлікке бөліп, үлкен нан пісірсеңіздер де болады. Содан соң осылай қолымызбен барлығын домалатып шығатын боламыз. Бетін 5-10 минутқа жауып қойып қоятын боламыз, сәл демалып көтерілгенше. Міне біздің қамырларымыз дайын. Енді келесі пісіретін формамызға салып, пергамент қағазын төсеп, салып алатын боламыз. Осылай қолдың көмегімен нанымыздың формасын шығаратын боламыз. Бұл жерде нанымыздың барлығын салмаймыз, себебі бір-біріне жабысып шығуы мүмкін. Содан соң ортасын осылай вилканың көмегімен тесіп, жұмыртқаның сары өзімен кішкене сүтімізді араластырып, шетіне осылай жағып шығатын боламыз. Содан соң ақ күнжіт, қара күнжіт сеуіп, сәндеп шығатын боламыз. Міне біздің нандарымыз дайын. 180 градуста 25-30 минутта пісіріп алатын боламыз. Міне біздің нандарымыз дайын. Өте жұмсақ, керемет, дәмді болып шықты. Үйде жасап көріңіздер. Егер де видео рецепт ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Және де көптеген рецепттермен бөлісіп отыратын боламын. Ас болсын!